Жазира Бөбешайына қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздің еңбек жолыңыз мәдениет саласындағы, білім саласындағы аудан көлемінде, облыс көлемінде ерекше. Үнемі алда жүріп, жақсы жетістіктерге жетіп, өзіңізді зейнеткерлікке шыққанға дейін барлық қолыңыздан келген жаңағы өнеріңізді барлығын елге арнадыңыз, отаныңызға. Әдемі зейнетке шықтыңыз, бірге жұмыс жасадық. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Әлі де қабыл алыңыз. Айдын бастай ғой. Осы келген бетінде допты қолын жастым, көшеде су шетіне. Кешекте бір таныстым, ұмыттым сен не деуді. Ерғанат, сәлеме. Сәлеметімде делі ойлақ. Үй артында қоңғықты датқан. Тотты үйіп, талағайды қалғысты, үлгі тұтқа үйіп. Делігені дөңесі. Аялар айтауы, қайрат аялар. Көмектесуінен керек. Әжен сені асқа қатты кәпек салдым ау. Қай шамада тұрсыз? Tanып отырмын. Білем, балдарым мен сразу өзім білем қойылым. Ашып тұрған менмін. Ұнады? Қараңыздар балалар. Алдарында отырған ата, осы кісі келді балалар. Көрдіңдер ме бірінші класста жүрген менің? Ата осы кісіге қараңыздар. Бірінші сыныпта оқып жүрмін дейді. Иә, бірінші сыныпта. Көрдің ба? Ана шалбарым жетіліп қалды әлі өзі. Сол күні фотографпен қараған жағады. Қараған, сол қарағанның үсті ойнағанда білген жоқпыз. Жұрт іліп кетті ғой. Кішкентай бала болған екен. Көрдіңіздер ма? Енді сізге деген балаларымыздың сұрағы бар екен. Қайыржан аяла, атаға сұрағы. Аманыңыз қандай болды? Ой, жақсы сұрақ екен, а? Бала күні кішкентай болсақ та армандаймыз ғой бізде. Енді мен отбасымда барлығы медработник дейді ғой мына ауруханада жасайтын. Мен оны таңдаған жоқпын. Мен кішкентайымнан сендерден ән айттым. Ән айтып өстім. Білесіңдер ғой, ауылымыздың ән жырдың ордасы екенін, де? Ән айттым. Әнді армандаймыз. Есімде. Ол бала күнде кішкентай кездегі әндер көп ақ ол. Менің 8-ші класста айтқан өлең бар. Кемелер шалқар теңіз айдынында, тастар бар бірдеңеде айдынында. Шалқар теңіз, жарықта мәңгілік солай кете береді. Бұл менің 8-ші класста өлеңім. Сол өлеңімді айтып, содан кейін мен сол армандап, сол ән саласына музыкант болам деп армандалым. Сол 8-ші сыныптағы сіздің фотоңызды, суретіңізді тауып алдық. Сол өлең айтқанда, ең алғашқы өлеңді бастағанда сізді класстастарымыздан түнде хабарласып білгенде осы киімді өте жақсы көрді. Осы киіммен ол кісі деген
атамын беделде сол уақыттан бастап беделде оқушысы болды, баласы болды деген салады. Сол мына 8-9 сыныптағы сіздің қазіргі бейнеңіз. Жаңа енді Айгүл апай өзі коллективінде бар ғой. Алдындағы сол фотода біз бір талаймыз. Қайта төрт. Әскери қызметке борышыңыз өтеуге барды дейді. Сол уақытта сіз деген мектеп бітіргеннен кейін бір жыл прокуратурада жұмыс жасадым. Сол прокуратурада жасап Каракол Сартай деген болады. Сол алып қалып бір армияға кеттім деп военкомат ол таныс қой. Бала кезінде ме? Солдатта ма? Қандай? Бала кезінде ме? бала кезінде. Ой, бала кезімізде біздердің балдар көп асық болды, қазір білесіңдер. Иә? Доп ойнадық, қашпа доп, футбол ойнадық, жастардың бағы ойнадық. Көптеген ойындар болды. Отырмын кешке қарай. Бәрі жоқ болып кетті. Мен дейтен таламат деп қуанып отырсам үйлеріне кетіп қалыпты. Бәрі. Шығып ертеңіне барып бір-екеуінің үйіне барсам, Аюпкин, Жебай деген Ермағали Серік деген үйіне барсам, бәрі шай ішіп отыр. Мен десем қартап күледі. Сені тастап кеттік, отыра берсін деп дейді. Сондай ойын ойнадық. Сендер ойын ойнап жүрсіңдер ме? Асық ойнайсыңдар ғой, де? Бәрекелді. Иә, сөйтіп өстім. Иә, содан кейін сіз әскери болушыңызды өтеп жүрген уақытта әртүрлі ұлт өкілдері болған ғой. Сонда сол әртүрлі ұлт өкілдеріне сіз өзіңіздің бір керемет ойындарыңызды, өнерлеріңізді көрсеткен екенсіз. Сол кісілер қазір шамалы қате хабар келмесе Украинада дейді да? Жоқ, не Прибалтикада. Сондағы қазір сұлу жақтарымыз бірін қалғандар жас күн. Литовстер, мен қазақ, литовец бар. Анжедан қара екінші тұрған Сүлейменов деген. Ол Сүлейменов деген Әзербайжан. Мына менің жағымда тұрған Грузин, Жанкарашвили. Ой, ұмытпаймын мен. Қанша, мен дейтін 68 ғой, неше жыл болды? Иә, 68. 60 жыл. Почти дегенім, иә? 60 жыл болды? 60-ға жақындап қалды, иә. Сонда да мен фамилиясын ұмытпаймын. Зейінгеріс, Брохмейлер. Көшені хабарласпайсыздар ғой? Ау. Өте латыштар, оның емес қой. Студенттік кездегілерімізді бір кетеміз. Міне сонда біз отличник болдық. Отделение. Сен білесің ғой. Взвод деген бар 30, рота деген бар, дивизия деген бар. Мен сол старший сержант болып келдім. Ефрейтор, бірінші ефрейтор талдым. Бірақ мен неде жасадым? Штабта жасадым. Мына отличник болдық. Бүкіл Лениннің тұр ғой, комсомолдың. Сол біздерді сол түсіріп алды. Бұдан көбі де бар, 30 түскеніміз. Ал осы дейтін бұдан естеліктер өте көп, қызықты естеліктер бар, оны уақыт көтермейді. Осында сол ойнадық, мен штабта жасадым, дегенсен мұнда Машенька бастым ғой. Неде? Делиполис прокуратура. Анда барғанда штабта сол екі қыз бала болды, сержант, біреу ефрейтор. Мен ертекті көп білем. Немерелерім бар, сендерде үйде. Соларға алып келем, өзім оқырманмын 15 жылдан бері кітапханада. Жапонияның қазақ ертегілері деген бар. Үйде ата-әжелер, папа-мамаларын, ата-аналарын оқып бере ме сендерге? Әлі оқымай ма? Оқи ма? Оқысын, ертек айтып бер дегендер жатарда. Мен оқып берем, айтып берем. Менде көп ертектер бар, қазақ ертек. Қайсы бірін айтайын күшті. Менде қорқынышты ертектер бар. Жалмауыз кемпір сияқты. Дейтін. Менде дейтін күшті аң-құстар жөнінде ертек бар. Қайсыны айтайын? Мен ертек алып келіп едім. Қошқар мен ешкі, тау көтеретін толағай, сосын мынау айтайын деп жатқан нені көшімдерде сол Айдақар болыпты. Сол Айдақар шақырып алыпты Масаны. Масаға айтыпты, жер үстіндегі кімнің қаны тәтті, соны біліп кел деп Масаға айтады. Маса шағады ғой, қан сорады ғой. Сосын Масасыз деп ұшып кетеді ғой, жарайды деп. Сосын бәрін сиырды, басқа аңдарды, құстардың бәрін шағады ғой. Шағып қанын дейді, олар тәтті болмайды. Сосын бәр жерді арылап келатады. Сосын бір жерде киіз үй тұр екен. Киіз үй. Білесіңдер ол киіз үйді? Сол киіз үйдің ішінде, бесікте бір сары бала жатыр екен, құйттай.
сендердей құттай баланы бөлек пісапты. Сол қолы байлау екен, келіп жаңағы маса шағып алады ғой. Шағып қанын сорып алады. Қолы байлау бүйтеді. Сосын оның қаны тәп-тәтті екен. Сосын ұшып келатады ғой. Ұшып келатқанда қарлығаш кездесіп қалады ғой. Қарлығаш қайдан келатсың дейді. Сосын маса жаңағын айтады ғой. Айдақар сөйлеп айтты. Анда бардым, мында бардым. Ана бөпенің қаны тәтті екен деп айтып қояды ғой. Енді қарлығаш неге адамдарға дос қой деп? Дос қой. Үйге не салады, ұя салады деп? Ұя салады. Оны балдар өлтірмейді, тесеп лақтырмайды, тасты рәгатымен атпайды. Сосын дос қой жаңа қарлығаш. Қарлығашқа айтып, бөпенің қаны тәтті екен, соны Айдақарға айтайын деп жатырып, Айдақар жеп қояды. Сосын қарлығаш оны қалай білдің дейді ғой. Қалай білдің дегенде жаңа мен дейтін оны мына тісіммен неттім деп тілін бүйтіп көрсетеді ғой. Дегенде тілін көрсеткенде қарлығаш тістеп алады да ана несін тілін суырып алады. Шөліп алады да маса сөйлей алмай қалады. Дей береді. Сосын келеді ғой. Ұшып келеді, қарлығаш ана жерде қонып отырады. Сосын Айдақарға келеді, жаңағы маса айтайын десе, сөйлей алмайды, тілі жоқ қой. Дей береді. Айдақар бүйтеді, неге айтпайсың, неге сөйлемейсің, кімнің қаны түсі екен, тәтті екен десе, анау айналып деп барады да жүре береді. Бір уақытта бұл неге нетеді деп дейді де қарлығашқа барып бүйтеді, қарлығашты көрсетеді. Бір уақытта қарлығашты көрсеткенде Айдақар біліп қояды, қарлығаш тілін жұлып алған екен дейді де атылып қарлығашты тістеп алғанда құйрығынан тістеп алады. Тістеп алғанда қарлығаш ұшып кеткенде ана қауырсыны бар ғой, құйрығы алдында қалып қояды да айрық болып қалады. Мына жерін тістеп алады. Ап дегенде ана қарлығаш ұшып кетеді ғой аспанға. Сосын құйрығынан жынып қалады. Содан бастап қарлығаштың құйрығы айыр екен. Ал ненің ана жаңағы масаны сөйлейді. Маса қазір деп барып жайлап бүйтіп қонады ғой деп. Сосын бүйтіп шағады, қан сорады. Жазда болады ғой деп. Бізде жоқ қой қалды. Оралда көрмедім. Міне сондай еркек бар. Кім болам деп ертең ақыл менен жол таңда. Бастарың аман болып шыңға, Құран қыстай самға. Наурыз мейрамы құтты болып, барлық жақсылықтар сіздердің отбасылардан табыла берсін. Әумин. Ал мінекей. Рахмет,